Ал енді біздер осы аққу сұңқарлар ата жолда жүрдім кеше, бүгінде аталы жолдың құрамындамын. Енді мен әруақтардың жаңа белгі беру арқылы, мына көкеге салу арқылы, түс арқылы, аян арқылы өзім жолымды былай шамалап отырам. Мына аталы жолдың адамдарын өздеріңіз көріп отырсыздар, аққу сұңқарларын теледидардан. Яғни теледидар болды ғой біздің телефонымыз. ютубтан көріп отырсыздар. Кешегілер аққу сұңқарлар бар, бүгінгі қосылып жатқан аққу сұңқарлар бар. Енді мөрі жоқ болса да, мысалы Баян деген осы әкесінің атын білмейді екем, аты жөнін толық. Сол Баян деген келіншек те аққу. Неге? Өйткені ол да ізденіп жүр. Ол да қайтсем тазарынсам екен, ата бабама қуат қоссам, бала шағаға қуат берсем деп жүгіріп жүрген ананың бірі. Мөрі жоқ болса да, бірақ ол аққу. Аққу деген атқа лайықты. Сондай жастарымыз келе жатыр. Мына ортаға барсын бармасын ізденіп жүрген жастардың бәрі аққу менен сұңқарлар. Былайша кең түрде ойлайық бәріміз де. Өйткені бәріміз де уақыт сәті келгенде мына жарық дүниені қиып кетеміз, кететін жаққа. Бәріміз де енді ақыреттікпіз ғой. Бұл қанша жас жасасаңыз да мәңгі жүрмейсіз ғой. Енді адамның жаны мәңгілік деп жатыр қазір, реинкарнация, инкарнация деп. Оның өзі бір бөлек әңгіме. Қазір мен айтайын дегенім, біздер сол ақырет күнімізге осы бастан дайындалуымыз керек. Біз ақырет күнімізді күнде ойлауымыз керек. Күнде, әр сағат сайын, минут сайын. Мен анам айтатын, ой пырмай, осы Құдайды бір сәт ұмытсам, жайсыз түс көрем деп, осы түсінен бей-жай боп, алқа-салқа боп тұрып жүрген кездері есіме түседі. Сосын біздің апамыз неғып осындай деп қоясың ғой, жас кезіңде түк түсінбейсің. Қазір енді ойлап қарасаң, шын мәнінде біздің әрбір ауа жұтқанымыз, біздің әрбір қадамымыз бізді сол ақырет күніне жетелеп жатыр. Біз туылдық өлмек үшін деген бір шумақтар да бар еді ғой. Қазір енді еске түспей отыр. Мінекей, сондықтан Абай атамыз айтқан ғой, асықпай жүріп анық бас, еңбегің кетпес далаға дейді. Сонда біз асықпай өмір сүріп еңбек етуіміз керек екен. Еңбек ету деген ол кетпенді қолыңа алып шаба беру емес қой. Ондай да жұмыс. Еңбек ету деген сөз ол күнделікті өзіңнің сөзіңе, іс амалыңа, әрекетіңе біраз сын көзбенен қарау. Ол жас ұрпақтардың, жастардың енді іс әрекеті жүректен шығып жатады. Олар жыласа да, күлсе де, боқтаса да, бір жағымсыз істер істесе де, олар ол жүректен шығып жатыр. Ал біздер кейін есейгеннен кейін әртүрлі өмірдің сабағын көріп, кейде әртүрлі жаңағы жағдайларға тап болып жатамыз. Өзімізді өзіміз алдап жатамыз. Өтірік күліп, өтірік сөйлеп деген сияқты. Міне сон тазару бізге керек ол. Біздерге үлкен жаңағы атана болған, ес жиған, жан-жағына қарап, неге ондай, неге мұндай деген сұрақ қойып жүрген, түсінбей жүрген адамдар енді ес жинап, сол ақырет күнімізді ойлап отыруымыз керек. Енді біздер деген аталы жолдықтарды байқаған шығарсыздар, бір-бірімізді мақтаймыз да, бір-бірімізді өлтіріп тұрып жамандаймыз да. Оның бәрі өмір жүректен шығып жатқан дүние. Сондықтан енді сынды айту керек та, ол сыннан кейін ойланып адам деген түзеле де білу керек. Біз түзеле білуіміз керек. Сондай болу керек еді дегенді қою керек та ендігі жерде.
мен сондай боламын деп әрекетке көшу керек. Біз сөзді әбден айттық, бір-бірімізді әбден сынадық. Енді әрекетке көшуіміз керек. Әрекетке берекет деген ата-бабам. Енді бірінші этап ол қаралау дедім ғой жаңа. Қаралау, яғни бір-бірімізбен әбден көңіл қалған адамдар, бір-бірін жақтырмай жүрген адамдар, оны ұзаққа созбай, бір оңаша жерді тауып алып, бір-бірін жаңағы жақсылап, өздерінің жүрегіне келген жаңағы сөздерін, өкпе назын бәрін айту керек. Соған мен бір мысал келтіріп жіберейін. Осы аталы жолда жүргенде, ол мысал келтірмесек, ол бізге түсініксіз болады. Сосын одан біз бір әсер алмаймыз. Әсер алу үшін біз эмоциямен өмір сүреміз. Біз осы өмірде эмоциямен өмір сүреміз, және эмоциямен өмір сүру керек. Ол эмоцияны тығып қоймау керек. Мысалы үшін осы аталы жолға келгенде, менде бір Гүлмира деген Күлқараева жүр ғой, қазір халыққа қызмет етіп жатыр. Соменен арамызда бір түсінбестіктер болды. Сол кезде енді мен Гүлмираны былай деп қаралаймын. Сіздер соны тыңдап. Мысалы үшін Гүлмира мен екеуміз оқшауланып бір жерге бардық. Гүлмира отыр менің алдымда. Мен оған айтам: ал Гүлеке, Гүлмира, мына уақыт өтті. Мен ойлама, саған бір соншалықты бір көңілім қалған жоқ, бәрін кешіре берді деп ойлама. Бәрін кешіре беретіндей мен бір аспаннан түстім ба, жоқ шешемнің аузынан түсіппін ба. Мен де осы жұмырбасты пендемін. Сен уағында мені қатты ренжіттің, қапа қылдың. Енді соның дұрыс еместігіне өзің ендігі жерде куә боласың. Білмеймін, сен оны мойындайсың ба, мойындамайсың ба, ол сенің шаруаң. Мен алғашқы кезде сол ордаға барған кезде, ойбай, мынау ютубта көріп жүрген Гүлмира ғой деп, саған бүйтіп амандасайын деп бүйтіп бара жатқанда сен мені қағып жібердің ғой былай. Сөйтсем, қол алып амандаспайды екен. Былай өзбектер бүйтіп төс түйістіріп амандасады ғой былай. Ондай амандасу да жоқ екен. Сонда қағып жіберу деген бар ма екен сон? Оны қаяқтан шығарып алдыңдар сендер, қағида деп. О қағиданың мынандай тұстары болса, адам сияқты сыйламайтын тұстары болса, не керек ондай қағидаң сенің? Бір бә? Бір деп қой. Сосын Маруан тәтенің ордасына бардым. Маруан тәте мені жетелеп жүрді. Бұлай киіну керек, бұлай үйту керек деп. Сосын бір кезде сен келдің сол ордаға, бәрі тамақ ішті, сендер бөлек іштіңдер ма? Біз бұяқта отырдық, қамшалмағандар. Сөйтіп, қойш, не керек, сол жерден енді кеш болды, қайту керек болды. Қайтып бара жатқан кезде Гүлмира жаңағы қасында бір келіншек болды. Сол екеуің тұрған жерге мен бардым ғой енді. Мен де сендерден кейін шықтым. Сөйтіп едім, сенің мына физиономияң өзгеріп кетті ғой. Мен келе жатқаннан уже бірдемені айттың ана қатынға, қасыңдағы келіншекке. Бірдеме деп жыбырлап тұрсың, түрің өзгеріп кетті. Мен сразу сезем ғой ондай нәрсені. Мына келіншек мені туралы әңгіме айтып тұр ау дедім. Соныменен мен қастарыңа жақындап едім, сендер ары қарай кетіп қалдыңдар. Ана келіншектің түрі бұзылып кеткен. Сосын мен ойландым, бәріміз бір жерден шығып, мынасы не істедім де, мен де сосын шегіншектеп өзім бөлек тұрдым. Сонда сен дұрыс істедің деп тұрсың ба? Бәріміз бір жерден шықтық. Онда да амандасқан мен. Сен бүйтіп қарадың да қойдың. Иә, адамның көкіректігі деген ол қиын нәрсе ғой. Соныменен жаңа келіншекте мен туралы жаман ойлады. Сен өзің болса да, өздерің анау жаңағы 303 ба автобустың нөмірі алдында отырдың, алдың жағынан кірдіңдер, мен арт жағынан кірдім. Мен сол кезде ортаға барып жүрген кездерім ғой, ол қай жыл еді, есімнен де шығып кетті. Соныменен ойбай, ең нашар адам мен екем ғой деп, сол шауып барып жүрген кезім ғой. Сонда сен айтқансың, мен туралы аян көріпсің. Ақбурата дедің ба,
былай басы-қасы есімде жоқ. Мына адамды ордаға жолатпаңдар. Ол өте қауіпті адам дегенсің ғой қасыңдағылардың бәріне. Сонда қасыңдағылардың бәрі сені тыңдаған. Олардың да көзқарасы нашар болды маған. Бүйтіп бәрін білініп тұр ғой. Мінекей, сен осындай иттік жасадың кезінде. Ал енді сосын сенің чатыңда отыратын едім ғой. Алғашқы кезде сенің чатыңда отыратын, сол кезде тәңіршілер туралы сөз қозғағанда, масқапшылар туралы сөз қозғағанда, мен не үшін сөз қозғаймын? Бір сөздің реті кеп қалғанда айтып қалам ғой, сөйтсем, ата жолы ғана әңгіме айтыңдар. Бұл чатта отырып алып, тәңіршілер керек емес. Ата жолдықтардың ғана әңгімесін айтыңдар, уағызшылардың, мына молдалардың әңгімесі керек емес деп сол жерде солай отырдың ғой, ыс деп. Содан кейін жарайды деп қоям мен, бірақ мына көкірегіме кеп тұрған сөз шығармасам маған да болмайды ғой. Мен де Құдайдың пендесімін ғой. Соменен шығардық, соменен жақпадық, ол чаттан шықтық қой. Короче, сондай жағдайлар болған, айналайын. Енді қарап отырам ғой, сенің сырттан каналыңа да жазылып отырам. Жазылып болғам сенің каналыңа. Біреулер, мен байқаймды, менің каналыма жазылып тұрып, шығып кеткендерін байқаймды. Өйткені менің өзім жақпай қалдым ма, сөзім жақпай қалдым ма, әйтеуір жақпай қалдық қой. Сөйтіп, сондай болдық, короче. Енді сен не деп жүрсің енді? Енді мына өзіңнің шыққан аталы жолдағы адамдарменен айтысып жүрсің ғой. Дұрыс, сенің де өкпең наз бар шығар. Әрине болады ол, оны шығару керек. Бірақ оны шығара бер, қанша шығарам десең де шығара бер. Оны тірі жүрген кезде шығару керек. Ол мусорды өзіңмен бірге алып кетпе. Және де мен саған айтарым, өзіңнің сол мусорыңды кітап қып жазып, кейінгі ұрпақтарға қалдырмай қойшы, пожалуйста. Ол қажет емес ол. Одан да неше түрлі анандай кітаптар бар, ол кітап оқымай жатқан адамдар сенің сондай бір қаралыққа тұнған ана кітабыңды оқып, өздерінің қаралығы бар, сонымен қаралыққа батып, біз сонда ұрпақтарымызға сол мұралыққа бір-біріміздің жаңа қаралықтарымызды қалдырамыз ба? Сол ордада не көрдің, не білдің, не істедің, не жақпады саған, бәрін айтып атсың ғой. Дұрыс, айта бер. Өткені қазақта айтқан ғой, ұрыс екі жақты деп. Екі жақты деп. Сосын таяқтың екі ұшы бар дейді. Ұрысып қалса екі адам, демек ояқта да бұяқта да болады азды көпті. Иә. Сондай сенің әлсіз тұстарың бар. Соны жөндейтін тұстарың бар. Дұрыс емес ол, кітап жазып қалдырам дегенің. Дұрыс емес ол. Сен өз бала шағаңа өзің уыңды дартпа да. Мінекей, сосын сен Жанат Бақытты неменеге жамандайсың? Сен Жанат Бақыттың тыңдамайды екенсің да ғой. Біреулер айтып еді, Жанат Бақыт туралы көзқарасыңыз қандай деп айтып еді, соны айтайын деп. Мен оны көрген де жоқпын, мен оны тыңдамаймын да деп өзің ғой айтып отырған. Тыңдамасаң нең бар о Жанат Бақытты? Сосын мен бірнеше рет соны тыңдайдым. Осы әруақтар не деп айтыпты сол Жанат Бақыт туралы деп. Бірнеше рет тыңдадым ғой сол таспаны. Бірақ еш нәрсе таппадым. Мен аян көрдім дейді. Қандай аян көрдің? Ол нақты мынандай фактіменен кінәлау керек қой адамды, кінәлаған кезде де. Бұл жерде сен Жанат Бақыттың обалына қалдым деп ойламайсың ба? О да Құдайдың пендесі, о да өзіне лайықты миссиясымен шығып отыр. Дұрыс па, бұрыс па, оны уақыт көрсетеді. Вообще-то мен сол Жанат Бақытқа барып келдім, көріп келдім. Оның өз бір бөлек әңгіме. Енді қара. Сосын Зәмира ханым туралы да айтып жүрсің. Үйтті, бүйтті, сүйтті, лайықсыз деп. Енді жарайды ғой, сен сол адамдардың қасында жүріп, солармен сөйлесіп, солар туралы ақпараттарды үнемі тыңдап отырсаң, мен сияқты, мен Жанат Бақыт туралы айтсам, мен оны тыңдап отырмын. Сен оны тыңдамайды екенсің да, сол біреулердің әңгімесіне қарап, сөйтіп адамды бүйтіп итере салуға бола ма екен? Сонда сен аталы жолда жүрген адамсың ғой, қанша рет қамшалған адамсың, қанша рет қатым құран шығарған адамсың,
әулиелерді қыдырып жүрсің, сонда сенің мынауың не болды, мына тірлігің не болды деп, мен өзіме не жақпады, Гүлмираның бойындағы нәрсенің бәрі, жақпаған нәрсенің бәрін айтып салам ғой. Айтып салам. Айттым, міне, әзірге түк қалған жоқ. Осыны не дейді? Қаралау дейді.